Қайырлы күн, студенттер. Бүгінгі онлайн сабақтың тақырыбы бизнес жоспар ұғымы, бизнес жоспардың мақсаттары мен міндеттері. Бизнес жоспар дегеніміз кәсіпорынның алдында қойған экономикалық мақсаты мен оны жүзеге асыру жолдары, міндеттері мен әдіс-тәсілдерді баяндайтын құжат болып табылады. Бизнес жоспар жасау үшін нарықтық орта жан-жақты зерттеледі. Нарықтық ортаның ағымдағы жағдайы, болуы мүмкін өзгерістер мен кедергілер, жобаны іске асырудан түсетін табыс мөлшері тағы да басқа нақты көрсеткіштер көрсетіледі. Бизнес жоспардың негізгі мақсаты фирманың қысқа мерзімге және ұзақ мерзімге нарықтық қажеттіліктеріне сәйкес шаруашылық іс-әрекетті жоспарлау және қажетті ресурстарды тарту болып табылады. Бизнес жоспар құрудың мақсаттары әртүрлі болуы мүмкін. Мысал келтіретін болсақ, біріншісі белгіленген нәтижелерге жетудің жүзеге асу дәрежесін анықтау. Екінші, белгілі бір тұлға топтарына жұмыс атқарып тұрған фирманың іс-әрекетін қайта ұйымдастыру немесе жаңадан құрудың мақсаттылығын дәлелдеу болып табылады. Үшінші фактор, компанияның қызметкерлерін жобада көрсетілген сапалы және сандық көрсеткіштерге жету мүмкіндігіне көндіру болып табылады. Бізде бизнес жоспардың негізгі функцияларын айтып өтетін болсақ, ол 4 топқа бөлінеді. Ең бірінші қызметі стратегия құру қызметі. Бұл бизнестің стратегиясын құруға бизнес жоспарды қолдану мүмкіндігімен байланысты. Бұл қызметті кәсіпорын құрған кезде және іс-әрекеттің жаңа бағыттарын ойлап тапқан кезде өте маңызды рөл атқарады. Яғни кәсіпорын құрылған кезде алдағы бірнеше жылдарға стратегиялық мақсаттар қою арқылы біз бизнес жоспарымызды жасаймыз. Екінші қызметі жоспарлау қызметі. Бұл жаңа іс-әрекет бағытының даму мүмкіндіктерін бағалауға және фирма ішіндегі процестерді бақылауға мүмкіндік береді. Жоспарлау қызметі кәсіпорын жұмыс жасап жатқан кезде жаңа бір жобаларды іске асыру мақсатында соның нақты стратегиясын құрып, арнайы жоспарлаймыз. Ол қызметті жоспарлау қызметіне жатқызамыз. Келесі үшінші қызмет қаржыландыру қызметі. Қаржыландыру қызметі бұл ақша сусудалары мен несиелер тартуға өз септігін тигізеді. Қазіргі кезде көп жағдайларда белгілі бір жобаны несиесіз жүзеге асыру мүмкін емес. Ал несие алу оңай емес. Сондықтан да алдын ала біз несие алудың жоспарын, нақты біздің бизнес жоспарға керекті шешуші факторларды жасап, осы қаржыландыру қызметін қолдана аламыз. Төртінші қызметі бізде инвестиция тарту қызметі. Компания жоспарын жүзеге асыру үшін өндіріске өз капиталын немесе өзінде бар технологияны салғысы келетін потенциалды әріптестер, яғни бізге өзіміздің кәсіпорынның қызметін жүзеге асыру үшін білікті мамандарды тартуға мүмкіндік береді. Келесі бізде бизнес жоспар кәсіпкерге фирманың қызмет етуімен байланысты келесі тапсырмаларды шешуге көмектеседі. Біріншісі, фирма кадрларының фирмаға сай келетіндігін және алға қойған мақсатқа жету үшін жұмысшылар еңбегінің жаңағыдай қызметін анықтау болып табылады. Екіншісі, фирманың материалдық және қаржылық жағдайын зерттеу және белгіленген мақсатқа жету үшін фирманың материалдық және қаржылық ресурстары сай келетінін немесе келмейтінін анықтауымыз қажет. Екінші, іс-әрекеттің нақты бағыттарын анықтау, өнімді өндіруге немесе ол өнімді өткізуге келетін шығындарды анықтау, ол шығындарды жобаның потенциалды пайдасын анықтау үшін өнім сатылатын бағамен салыстыру қажет. Келесі,
бизнес жоспардың іске асуына кедергі болатын қиындықтарды алдын ала анықтау және тәуекелдерді есептеуіміз қажет. Яғни осы функцияларды қолдану арқылы біз бизнес жоспардың қызметін тиімдірек қолданамыз. Осымен біздің лекция аяқталды. Сіздерге осы презентацияны Smart Nation'ге жүктеймін. Презентациядан керекті мағлұматтарды дәптерге жазамыз және де тапсырма ретінде берілген сұрақтарға жауап береміз. Жақсы, сау болыңыздар.